Қазақтың түп атасы батыр түрік, арапсың деген сөздің түбі шірік. Пәленше сахабаның затысың деп, алдаған дін жамылған өңкей жүлік. Адамның тұқымынан Нұх пайғамбар, үш ұлы Хам, Сам, Яфас Миносылар. Яфастың бір баласы түрік деген, өрбіген сонан өсіп талай жандар. Болады араб жұрты Самның ұлы, біледі шежіренің бәрі мұны. Түріктің шынат екен надолы ше, түрік деп неге атанды тыңда соны. Қарлалтай қатты суық тауда жүріп, от жаққан надол ше оймен біліп. Суықтан сөйтіп елін сақтаған соң, түрік деп хан көтерген патша қылып. Оқ өтпес түрік деген темір тұмақ, ат қойған ұйқастырып елі тымақ. Жан сақтар темір киім, от ел сақтар емес пе жарасымды көрсең сынап. Аталған сөйтіп түрік надолы ше, ол кезде жылдар өтті мыңдап неше. Түріктен шыққан талай сайып қыран, жер жүзі тітіркенген түрік десе. Білмес баяғы өткен оғызханды қаратқан қол астына талай жанды. Басында Азияны түгел билеп, үрім парсы арабтың көбін алды. Жазады талай елдің жазушысы, адамнан өзгеше деп қылған ісі. 340 жыл бұрын пайғамбардан атағы жер жүзіне шыққан кісі. Оғызхан Мұғылханның немересі, Қарахан еді оның өз әкесі. Ерлігі, естілігі, әділеті әлемде болған емес бір теңдесі. Айтайын Атилланың қылған ісін, сиқыр деп көп ойлаған қайрат күшін. Азияны түгел билеп Европаның көп ауған Атилладан қорыққан үшін. Атилла мұңшық ханның баласы еді, бас үлкен кеудесі кең алас еді. 1500 жылдай болды өлгеніне, оның да қылған ісі тамаш еді. Қайтейін айта беріп алған жерін, атаңның ойға түсер сондай ерін. Қор болып осы күнде отырсың да, қозғалсын өткен дойлап іште шерің. Кім білмес кешегі өткен Шыңғысханды, жартысын дүниенің түгел алды. Талайын Европаның бас игізіп, қорқытып Қытайға да алым салды. Қолынан туып еді қаны ұстап, әлемді белей түгін үлгі нұсқап. Қойылған Шыңғыстауға соның аты, өзеннің осы қақтан кеткен қыстап. Ортасын араб Қытай түгел алып, Азия Европаға жарлық салып, мейірімді алған елге әділетті кетеді қарсыласса қанға малып. 800 туғанында жылға толды, Темучин атын бұзып Шыңғыс қойды. Шыдамды Шыңғыс деген мықты демек, 30-ға келмей тұрып бақыт қонды. Ол туған бүлін жылдық деген жерде, рақымды қол астында кірген кезде. Не дінге, не ғұрыпқа қол сұқпаған, ой жібер Миносындай кемеңгерге. Кешегі әмір темір қандай еді, әлемге жаққан жарық шамдай еді. Миноның туғанына 600 жыл, батырдың сайып қыран маңдай еді. Әкесі Тарағай да батыр еді, кіші деген жерді билеп жатыр еді. Ту ұстап әмір темір атқа мінді, жазасын талай жауы тартып еді. Шыңғыстың алған жерін ол да қалған, болмайды бұл сөзімнің бірі жалған. Түріктің хан Йылдырым Баязитін алғашқы жеңіп ұстап таңып қалған. Дұшпанын қарсы келсе қан ағызған, бір емес мұндай қанды көп ағызған. Алдында Асфаханды көп соғысып, 70 000 бас сүйектен үй салғызған. Түріктен Сабаз батыр талай келген, Қытайды шабамын деп бара жатып, ол темір дәл 71 жасында өлген. Кім білмес кешегі өткен Тоқтамысты, орыстан алым алып көрдей қысты. Қазақ пен Ноғайлының ақындары едіге Тоқтамысты жыр қылыпты. Демеңіз атақтының бәрі де жаз, жазуға түгел кіріп кетпес қағаз. Кейінде айтылатын сөзді тыңда, түріктен талай шыққан небір сабаз. Жоғарғы айтқанымды қылсаң пайым, құя бер құлағыңа ұққан сайын. Бұл күнде Стамбулда бөлек тұрған, айтайын енді Оспан түрік жайын. Түріктің Саха деген бір топ еді, тауына Гималайдың барыпты ол. Сахадан Қаңлы деген тап бөлініп баруға Үрім жеріне тартыпты жол. Солардың өткеніне 700 жыл айтылды, біраз одан
оны да біл. Кез болып кезіп жүріп зор бақытқа қандай бақ береді Тәңірі соны есеп қыл. Қағлының қаны болған қия деген жер салып ерлікпенен ел билеген. Ол өліп жалғыз ұлы ер Сүлеймен сол жерден қайта көшіп жөнеп берген. Ефраттың дариясынан келіп жеткен, су тасып нөсер құйып асқан шектен. Алдарды қаза келсе Қаратама қапыда ер Сүлеймен суға кеткен. Талапты тағдыр оған бала берген, қайраты ақыл артық дана берген. Ер тұғырыл Сүлейменнің жалғыз ұлы сол жерде 400 үймен қала берген. Көшсе де өңкей қаңлы көшпей қалған, ерлікпен маңындағы елді алған. Бірталай аз уақыт әскер жинап, ер тұғырыл есті батыр деп аталған. Хан емес көп әскердің басы болған, қартайып сөйтіп жатып жасы толған. Орнына Оспан деген ұл отырып, ер тұғырыл 90 жаста опат болған. Осы Оспан көп ел алып хан болыпты, ақылды, аса айлалы жан болыпты. Келгенше осы кезге сол ат өшпей, Оспанды түрік деген даң болыпты. Ұғып ал осы сөзді жас ұландар, өз бауырың ол түрікте осыны аңғар. Құл болып біз қорлықта отырсақ та, көп шыққан атымыздан арыстандар. Шыңғыстың үлкен ұлы Жошықан ғой, баласы Батудағы батыр жан ғой. Сарт ноғай қалмақ қырғыз қыпшақ, басында бәрі соған қараған ғой. Орысты алаш алған Бату өзі 1243 жылдың кезі. Сағымға садақ ілген Сайын хан деп Батуға қойылған ат лақап еді. Батумен бір туысқан Тоқай Темір көшпелі көк орданы сол билеп жүр. Біздің ел онда қазақ атанған жоқ, сарт ноғай қазақ қалмақ түбіміз бір. Батудың жұрағаты Өзбек хан, тұсында болған екен ол мұсылман. Дін қалды Өзбекстан деген мақал қалмайды әлі күнге аузымыздан. Темірхан Тоқай Темір жұрағаты, дейтұғын Орманбет хан лақабаты. Айнытпай атасының орнын басқан түріктің ол дағы бір асыл заты. 1446 жыл келгенде Орманбет қаза жетіп ол өлгенде. Таласып зор хандыққа ұсаққандар бұт жытқып Ноғайлыны 4 бөлгенде. Астрахан Қырым Қазан қаласында болыпты 4 бөлек хан таласында. Билеген бергі шетті Әбілқайыр 1450 жылдың шамасында. Осы кез біздің қазақ атанғандық, түрікте бір әдет бар ескі заңдық. Тамызып қанын сүтке қосып ішіп, анда деп жасайды екен туысқандық. Туысқа анда болған қарамайды, жақын деп қан қосылмай санамайды. Ішсе де қан ұрумен қанын қосып бір туған жақыным деп бағалайды. Құралған әр ұрудан қазақ басы, анда боп қан қысылған қарындасы, ел боп өз еркімен еркін жүрген деген сөз қазақтықтың мағынасы. Қазақтың әз Жәнібек қаны болған, билеген сырттан солай заңы болған. Арғынның арғатасы Дайыр қожа дейтұғын бір әділ би тағы болған. Ол биді Әбілқайыр жақсы көрген, ақ жол деп оң тізеден орын берген. Қобыланды Қара Қыпшақ батыр еді, намыс қып күндестікпен шайтан кірген. Өлтірген аңдып жүріп ақ жол биді, қазаққа осы жұмыс ауыр тиді. Қысқасы Қобыландыны өлтірем деп жар болып әз Жәнібек халқын жойды. 1500 жыл боларда батыр Шайбақ нәсілін Әмір Темір түгел айдап, Самарқанд пен Бұхарды тартып алып, Ташкентке де кіріпті көзі жайнап. Соғысқан Орат төбе деген жерде ұқсаған ағызған қан аққан селге. Өзбек өз ағам сарт садағам деп болысқан сонда қазақ Шайбақ ерге. Бұл Шайбақ Әбілқайыр немересі, атақты өзбектің шөбересі. Өлтіріп алаш қанды Ташкентті алған, үйірін қайта тапты деген осы. Баласы әз Жәнібек Қасым еді, атағы сол соғыста асып еді. Қасымның қасқа жолын сол шығарған, Ташкеннің алтын тағын басып еді. Қасымның баласы еді Сығай ханың, тұр еді түгел билеп Ташкент маңын. 1598 жылдың кезі Тұрсын хан Ташкентті алып сол биледі. Түрікке сарт атанған
хан боп тұрған бұл Тұрсын Шайбақ ердің тұқымы еді. Есім хан тәуекелден туып қалған, Есімнің ескі жолы заң шығарған. Өлтіріп түн ішінде Тұрсын ханды, Ташкентті, Сартты шауып қайтып алған. 1600 жылға таяғанда Есім хан ескі тағын қайта алғанда Айбике, Қоңырбике, Нұрбикені олжалап алып келген сол барғанда. Әз Тәуке адамзаттың данасы еді, қыз еді, Қайып ханның бір қатын. Осыдан Уәлі Бақы туған ұлы Әз Тәуке хан болған соң өкпе қырып кетіпті үргенішке дейін мұны. Осы еді Абылайдың арғатасы, болмайды бұл сөзімнің еш қатасы. Абылайдың осы атасы сол жақта өліп хан болған мұнда келіп қарабасы. Бұл жерде Абылайды тоқтатайын, қараңдар шежіремнен оның жайын. Басында Күлтөбенің күнде кеңес, жол салған Әз Тәукені сөз қылайын. Ақылы айдың көлдей тұнып тұрған, қасқа жол ескі жолды толықтырған. Бекітіп бір жолата қазақ заңын, жол салып мінсіз қылып орнықтырған. Аздан соң жау көбейіп болған қауіп, қазақты тұс-тұсынан әр ел шауып. 1552 жылдарында шетінде Әмудария барған ауып. Баласы Болат хан боп Әз Тәуке өлген, хан шыққан Нәдір деген парсы елден. Жан жағын әлгі Нәдір жалмаған соң, қайта ауып біздің қазақ сырға келген. Келгені 1700 шамасында, қалмақ бар бұрын сырдың жағасында. Әрі отыр, бер отыр деп талас шығып, болыпты талай соғыс арасында. Қазақтан, қалмақтан да қандар жауған, аз емес өлген адам Адыртаудан. 1723 шамасында жеңіліп, әрі жұтап қазақ ауған. Қазақтар Қаратаудан аша көшкен, Ақтабан шұбырынды болды дескен. Тұсында Абылайдың қалмақтайдай, қорлықтан кек алғаны қалмай дестен. Жазғанмын ендігісі мұнан бұрын, шежіремнің еңлік кебек оқы бірін. Осыған соңын қосып жаттап алсаң, білерсің түп атаңның барлық сырын.